Қайырлы күн жақсыларым, бүгін сіздермен раушангүл мантысын дайындайтын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Алдымен қарапайым жұмыртқалы қамыр илеп аламыз. Қамырымыз сәл қаттылау болса жақсы болады. Қамыр илеуді білмейтін жандарға менің каналымда универсальный қамыр деген видео бар, соны көрсеңіздер болады. Мантының қамырын әдеттегіден көбірек басып илеу керек. Сол кезде жасауға өте ыңғайлы келеді. Мен үшін манты жасауда ең маңызды нәрсе ол фарш. Фаршымыз майлы, дәмді, балғын болу керек. Пиязды қолмен немесе арнайы ұсатқышпен әбден ұсатып аламыз. Егер фарштың майы аз болса, онда қолдан май турап қосамыз. Егер құрғақ ескі фарш болса, онда жарты кесе су құямыз. Картопты немесе асқабақты ұсақтап турап қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер саламыз. Иленген қамырды арасында басып тұру керек. Иленген уақыттан шамамен 40 минут өткен кезде қамырдың әбден иіні қанып, жаюға ыңғайлы болады. Сол кезде қамырымызды алып, жұқалап, әдемілеп жайып аламыз. Қамырымыз бір келкі жұқа болып жайылғаннан кейін стаканмен немесе арнайы құрылғымен видеодағыдай кесіп аламыз. Әрі қарай тез-тез жасалу үшін үйдегі барлық адамды көмекке шақырып алайық. Жалғыз өзіңіз жасасаңыз, мен сияқты орамалмен жауып қойыңыз. Қамырымыз кеуіп қалмасын. 4 дөңгелекшені қатар-қатар қойып, бір-біріне жабыстырып аламыз. Ортасына фаршымызды салып, 2 бүктеп ораймыз. Мінекей әдемі раушан гүліне ұқсас мантымыз осылай көрінеді. Барлығын айтылған әдіспен қайталап жасаймыз. Осы каналды қолдап, комментарий жазып, тіркеліп, лайк басып отырыңыздаршы. Егер үйде көмекшілеріңіз көп болса, бұны жасау тез әрі көңілді. Манты пісіргіштің астыңғы бөлігіне су құйып, газға қоямыз. Суымыз сақырлап қайнағасын, табаларын аздап майлап, раушангүл мантыларымызды орналастырып, шамамен 45 минут пісіреміз. Мінекей тамағымыз да пісіп дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналда тағы да кездескенше.